Төртінші дәрістің тақырыбы саптық жаттығулар. Бірінші, саптық жаттығулар ұғымдары, саптық жаттығулардың жіктеу. Екінші, құрылыс туралы негізгі түсінік. Үшінші, саптық тәсілдер. Төртінші, фигуралық қозғалыстар, бір түрлі бағыт бойынша қозғалыстар. Саптық жаттығулар бір мезгілде барлық сынып оқушылар тобы немесе жекеленген оқушылар орындайтын оқушылардың қозғалыс әрекеттері. Саптық жаттығулардың көмегімен ұғымдық іс-қимылдардың дамыту, қалыптастыру, тәртіппен ұйымшылдық тәрбиелеу, қарқын мен ырғақты сезімдерді қалыптастыру, дұрыс арқа қалыптастыру міндеттері шешіледі. Гимнастика сабақтарында саптық жаттығуларды қолдану жаттығуларды немесе залға немесе алаңға тез орынды орналасу мүмкіндік береді. Дене шынықтыру мұғалімнің саптық жаттығуларды сабақтың әр түрлі бөліктеріне қолданады. Сабақтың дайындық бөлімдеріне және сабақтың ұйымшылдықпен бастау, жалпы дамыту жаттығуларын орындау үшін оқушыларды орналастыру үшін қолданылады. Сабақтың негізгі бөлімінде саптық жаттығудың бір түрінен екіншісіне ұйымдасқан түрде өту үшін қолданылады. Саптық жаттығулар қандай да бір қатаң әрекет етеді. Саптық жаттығулар шұғылданушыларды ұйымдастыру және оларды алаңға орналастыру құралы болып табылады. Олар дұрыс арқа қалыптастыруға ықпал етеді. Көз өлшегішті, ырғақты және қарқын сезімін дамытады. Ұжымдық іс-қимылын дағдыларын қалыптастырады. Шұғылданушылардың эмоционалдық жағдайын көтереді және жүктемесін төмендету құралы болып шығады. Дене шынықтыру сабақтарын тиімді ұйымдастыру саптық жаттығуларды пайдаланбай ойластырылмайды. Оларды қолдану топтың залда немесе алаңда тез және орынды орналастыруға мүмкіндік береді. Жаттығушылардың үлкен массасын басқару мүмкіндігі және әртүрлі қозғалыс түрлерінің алуан түрлігі арқасында саптық жаттығулар жаппай гимнастикалық көрсетілімдердің негізгі бөліктерінің бірі. Саптық іс-қимылдар мен командалардың басым бөлігі қарулы күштер саптық жарғысынан алынды. Екінші, гимнастика бойынша жұмыс процесін құрылды. 4 топқа саптық жаттығулар жіктеледі. Біріншісі, саптық тәсілдер, құру және қайта құру, жүріп тұру, майысу және майысу. Дене шынықтыру сабақтарын өткізу кезінде саптық жаттығуларды қолдану үшін сап туралы негізгі ұғымдарды білу қажет. Екінші, құрылыс туралы негізгі ұғымдар. Сап бірлескен белгіленген орналастыру. Фланг саптың оң немесе сол шеті. Сапты бұрған кезде флангтардың атауларын өзгермейді. Саптың сыртқы жағы фронтқа қарама қарсы жағы. Фронт айналысатын адамдар қараған саптың жағы. Интервал фронт бойынша оқушылар арасындағы қашықтық. Тұйықталған сап үшін ол жағынан тұрған оқушылардың шынтақтарының арасында алақанның еніне тән. Қашықтық тұйықталған сап үшін колоннада тұрған оқушылар арасында тереңдіктегі қашықтық қалпы болып қолды алға созу ара қашықтығы саналады. Саптың ені флангтар арасындағы қашықтық. Саптың тереңдігі бірінші қатардан алда тұрған оқушы, соңғы қатарға артта тұрған оқушыға дейінгі қашықтық. Бағыттаушы бірінші лектеп жүретін оқушы, тұйықтаушы колоннадан соңғы жүретін оқушы. Шеренга бір сызықтың жанында бір сызық орналасқан және бір жағына бет қаратылған құрылыс. Колонна бірімен айналысатын құрылыс. Тұйықталған құрылыс жұмыс істейтіндер алақанның еніне тең шынтақтар арасында интервалмен бірге екіншісінен немесе қол алға көтерілген дистанцияда колоннада орналасқан құрылыс.
ашық құрылыс айналысатындар бір қадам аралығымен немесе көрсетілген аралықпен шеренгада орналасқан құрылыс. Оқытушы: бір қатар екі оқушы тұрған екі қатарды сапта ту сыртынан бір басқа соңғы қатар үнемі толық болуы тиіс. Үшінші, саптық тәсілдер. Саптық тәсілдерге бол, теңесің, тік тұр, еркін тұр, отставить, еркін тұр, командаға кіретін. Жекеленген жағдайларда командалар өкімдерімен ауыстырылуы мүмкін. Сапқа тұрғызу және қайта сапқа тұрғызу. Сапқа тұру оқытушының командамен сол немесе басқа сапқа қабылдаған кейінгі шұғылданушылардың іс-әрекеттері. Қайта сапқа тұрғызу: бір саптан басқа сапқа.